Бүгінгі тақырып әрекет және белсенділік физиологиясы, психомоторика туралы жалпы түсінік. Осы бөлімде біз кеңес психологиясының орталық түсінігімен таныстық. Ол іс-әрекет. Іс-әрекет бұл өте күрделі және көп аспектілі құбылыс. Бұл құбылыс психикалық және физиологиялық процестер бірлігінің арқасында пайда болады. Кеңес ғалымдарының ішінде өміріміздің керекті шарты ретінде әрекетке ең алғаш болып көңіл аударған Сеченов. Бұл мәселені ол «Бас мидың рефлекстері» деген кітабында дамытады. Адамның әрекет пен іс-әрекетінің әртүрлі психикалық құбылыстарының байланысын Сеченов психомоторика деп атаған. Оның ойынша психомоторлық іс-әрекеттің алғашқы элементі қозғалғыштық әрекет. Жаттығу немесе қайталау барысында дамитын қозғалғыштық әрекетті қозғалғыштық немесе психомоторлық дағды деп атаған жөн. Кез келген қозғалыстың немесе саналы әрекеттің әрдайым мақсаты болады, яғни ол бағытталған. Сондықтан да біздің күшіміздің жұмсалатын белгілі бір өрісі болуы тиіс. Психомоторика мәселелерін қарастырғанда бұл өрісті моторлық өріс деп атайды. Одан басқа саналы әрекет жасау үшін біздің күшіміз жұмсалатын өріс сенсорлық өріс деп аталады. Бұл өрістен ақпарат қабылданады. Психологияның дамуына орай іс-әрекеттің ұйымдастырылу жүйесі туралы түсініктер өзгеріп отырады. Сеченовтың «Бас мидың рефлекстері» деген еңбегінің жарыққа шығуымен және психомоторика терминін дәлелденуімен, одан соң Павловтың шартты рефлекстері ашуына орай психологияда іс-әрекеттің рефлекторлық табиғаты туралы түсінік берік сақталды. Әдетте әрекеттер қабылданғаннан ақпаратқа жауап реакциясы ретінде қарастырылады. Қабылдау мен жауап әрекетінің байланысы сенсомоторлық процесс деп аталады. Психомоторика зерттеу барысында зерттеушілер жауап реакциясының 3 тобын бөліп шығарды. Қарапайым сенсомоторлық реакция, күрделі сенсомоторлық реакция және сенсомоторлық координация. Кез келген сенсомоторлық реакция жеке әрекет немесе күрделі психомоторлық актінің элементі ретінде қарастырылады. Физиологиялық тұрғыдан алғанда сенсомоторлық реакциялар шартты рефлекстер ретінде көрініс алады. Психомоторлық процестердің ерекше түрі ретінде сенсомоторлық және идеомоторлық реакциялар ерекшеленеді. Сенсомоторлық реакциялар тәрізді сенсорлы реакциялардың да 3 кезеңі болады: сенсорлық, орталық және моторлық. Бірақ орталық кезең өте күрделенген және де екінші дабыл жүйесінде өтеді. Ал моторлық кезең сөйлеудің қимыл компоненті ретінде айқындалады. Психомоторикада әрекет пен оның орындалу түсінігіне байланыстыратын идеомоторлық процестер ерекше орын алады. Бұл процестердің мәні жетік іс-әрекетті меңгеру барысындағы автоматизмдер мен дағдының қалыптасуында. Психомоторика мәселелерін өндіру өзінің жемісті нәтижелерін берді. Оның нәтижелері спорт саласында, әскери істе, арнайы оқытуда, тағы басқа салаларда кеңінен қолданылады. Бірақ психологияның даму барысында іс-әрекеттің компоненті болып есептелетін әрекеттің сенсор-моторлық процеске қарағанда құрылымы күрделірек болып келеді. Психомоториканың ең басты кемшілігі қозғалыс актісі сенсорлық дабылға жауап реакциясы ретінде қарастырылатындығы. Өзіміз білетіндей, әрекет әрдайым саналы болады, яғни ол біздің сана өрісімізде болып бақыланады. Сана әрдайым белсенді болатынын ескерсек, саналы қимыл мен іс-әрекетте реактив емес белсенді болады. Адам белсенділігі мен іс-әрекетінің қайнар көзі сыртқы ортаның әсері емес, адамның психикасы, оның қажеттіліктері мен мотивтері болып табылады. Әрине, сенсомоторлық процестерді жоққа шығаруға болмайды. Олар адамның іс-әрекетіне қатысады, бірақ сенсомоторлық процестер саналы әрекеттердің барлық механизмдерін түсіндіре алмайды. Әрекет ұйымдастырудың механизмдері. Психологияда қазіргі таңдағы әрекет физиологиясы туралы түсінікті эксперименталды түрде дәлелдеген белгілі ресейлік ғалым Бернштейн. Жоғарғы білімі бойынша невропатолог дәрігер, ал ғылыми қызығушылығы бойынша физиолог болған Бернштейн ғылыми әдебиетте белсенділік принципінің жақтаушысы болды.
Бұл принцип іс-әрекет теориясының іргесі болып есептеледі. 1947 жылы Бернштейн «Әрекеттің құрылымы» деген негізгі кітабы шықты. Бұл кітап мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Бернштейннің зерттеу объектісі қалыпты организм және адамның қимылдары. Бернштейннің зерттеулерінде еңбек қимылдарына көп көңіл бөлінді. Бернштейн жасаған алғашқы қорытынды мынандай болды. Ол әрекеттерді басқарудың жаңа принципін ұсынады. Ол сенсорлық коррекция принципі деп аталды. Бернштейннің ойынша әрекеттерді орындау барысына әсер ететін факторларды қарастырайық. Біріншіден, әрекетті орындау кезінде реактивті күштердің құбылысы пайда болады. Екіншіден, әрекетті орындағанда инерция құбылысы пайда болады, яғни инерциялық күштер орын алады. Үшіншіден, белгілі сыртқы күштер әрекеттің орындалуына өз ықпалын тигізеді. Төртіншіден, тағы бір әрекетті орындаған кезде көп ескеріле бермейтін фактор бар, ол бұлшықеттердің бастапқы күйі. Бұлшықеттердің күйі әрекетті орындаған кезде ұзындықпен қатар өзгереді. Осылайша әрекеттің орындалуына тікелей әсер ететін бірқатар факторлар бар. Сондықтан орталық жүйке жүйесіне әрекетті орындау барысы туралы тұрақты ақпарат қажет. Бұл ақпарат кері байланыс дабылдары деп аталады. Бұл дабылдар миға және бұлшықеттерге бір уақытта бірнеше арнадан түсуі мүмкін. Мысалы, препарецептивті рецепторлардан көру органдарынан есту арқылы тағы басқа. Осылайша әрекеттердің іске асу механизмдерінің схемасы жайында қорытынды жасауға болады. Бернштейн оны рефлекторлық сақина схемасы деп атады. Бұл схема сенсорлық коррекция принципіне негізделген. Қарапайым түрде бұл схеманың көрінісі былайша болып келеді. Моторлық центрден бұлшықетке эффекторлық бұйрықтар келіп түседі. Бұлшықеттің жұмыс нүктесінен сенсорлық орталыққа афференттік кері байланыс дабылдары түседі. Бұл сызба келесі элементтер қатысады. Моторлық шығыс эффектор, сенсорлық кірістер, рецептор жұмыс нүктесі немесе объект бағдарлама регулятор. Рефлекторлық сақинадан басқа Бернштейн әрекеттің құрылымдық деңгейі туралы идеяны ұсынды. Өз зерттеулерінің барысында ол мынаны аңғарыпты. Кері байланыс дабылдарының ақпаратына байланысты, яғни бұлшықеттердің шиеленісуі туралы ақпарат бере ме? Дене мүшелерінің қалыпы туралы әрекеттің заттық нәтижесі, тағы басқа афференттік дабылдар әртүрлі деңгейдегі моторлық жолға өтеді. Әрбір деңгейде өзінің ерекше моторлық көріністері болады. Әрбір деңгейге өзінің әрекет класы сәйкес келеді. А деңгейі ең төменгі және филогенетикалық ең көне деңгей. Адамда ол жеке мәнге ие бола алмайды, бірақ кез келген әрекеттің маңызды аспектісіне жауап береді. Бұлшықеттердің тонусы. Бұл деңгейге бұлшықет рецепторларынан дабылдар келіп түседі. Жекеше бұл деңгей аз ғана әрекеттерді ретке келтіреді. Негізінен ол тремор мен вибрацияға, дірілге байланысты. Мысалы, тоңған кезде тістің қағысы. В деңгейі синергия деңгейі. Бұл деңгейде негізінен бұлшықет буын рецепторларынан келіп түскен дабылдар өңделеді. Осылайша бұл деңгей дене ауқымымен тұйықталады және жеке әрекеттерге мимикалар жатады. С деңгейі. Бұл деңгейді Бернштейн кеңістік өрісі деп атады. Бұл деңгейде көру, есту, сипап сезу органдарынан сигналдар түседі. Бұл деңгейде объекттің кеңістікке бейімделген қасиеттері, яғни олардың пішініне, қалпына, ұзындығына, салмағына тағы басқа. Д деңгейі зат әрекеттерінің деңгейі. Әрекеттердің заттармен ұйымдастырылуына жауап беретін бас ми қабығының деңгейі. Бұл деңгейдегі қимылдар әрекет ретінде көрсетіледі. Мұнда қозғалғыштық құрамы немесе қозғалыс құрамы бекітілмеген. Тек қана нақты нәтиже берілген. Е деңгейі ең жоғарғы деңгей, интеллектуалды қозғалыс актілер деңгейі. Бұл деңгейге сөйлеу қозғалыстары, хат қозғалыстары жатады. Бұл деңгейдегі қозғалыстар заттық сипатта емес, вербалдық сипатта болады. Қозғалыс құрылымының деңгейлерін қарастыра отырып, Бернштейн бірнеше өте маңызды қорытындылар жасайды.
қозғалыс ұйымдастырылуына әдетте бірнеше деңгейлер қатысады. Мысалы, хат жазу күрделі қозғалыс болғандықтан оған 5 деңгей қатысады.